Сабақтың тақырыбы медико-биологиялық ақпараттарды алу үшін датчиктер мен электродтардың биофизикалық әсерін пайдалану. Сабақтың мақсаты медико-биологиялық ақпараттарды алу үшін қолданылатын электродтар мен датчиктер ұғымдарына түсінік беру. Медицинада қолданылатын құралдар мен аппараттардың негізін медициналық электроника құрайды. Қолдану бағытына байланысты электрондық медициналық аппараттарды шартты түрде мынадай үш топқа бөлуге болады. Біріншісі функционалдық диагностика, екіншісі электротерапия және электрохирургия, үшіншісі электрондық есептеуіш машина жүйесі. Медициналық биологиялық ақпаратты алуға арналған электродтар мен датчиктер қолданылады. Электродтар адам ағзасында пайда болған биопотенциалдарды алу үшін, датчиктер адам ағзасына өтетін электрлік сигналдарын түрлендіру үшін қолданылады. Электродтар деп электр тізбегінің бір нүктесін сол тізбектің екінші нүктесімен қосуға арналған арнайы пішінді өткізгішті айтады. Датчиктер электрондық және механикалық болып бөлінеді. Электрондық датчиктер сыртқы әсердің салдарынан өздерінің электрлік параметрлерін өзгертіп тізбектегі ток пен кернеудің шамасына әсер етеді. Пайда болған электрлік шамаларды күшейтуге, тіркеуге қолдануға болады. Сондықтан мұндай датчиктерді түрлендіргіштер деп атайды. Механикалық датчиктер медицинада жүрек қан тамырлар жүйесінің қызметін зерттеудің әртүрлі әдістерінде қолданылады. Мысалы, электрлі манометр мен жүрек қуыстарындағы қан қысымы анықталынады. Электросфигмография арқылы артерия және көктамыр пульстерінің қисығы алынады. Барлық датчиктер генераторлық және параметрлік болып бөлінеді. Генераторлық өлшенетін сигналдардың әсерінен тікелей кернеу мен ток өндіретін генерациялайтын датчиктер болып келеді. Бұларға пьезоэлектрлік, термоэлектрлік, индукциялық, фотоэлектрлік датчиктер түрлері жатады. Параметрлік датчиктер өлшенетін сигналдардың әсерінен белгілі бір параметр шамасына өзгереді. Бұларға сыйымдылықтық, реостаттық, индуктивтілік датчиктер жатады.